16 сабақ. Сабақты бастаудан алдын балалар каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. 17 тапсырма мәтінді түсініп оқы. 1970 жылы Есік қорғанынан алтын адам ескерткіші табылды. Оны археолог Кемел Ақышев тапқан. Алтын адамның киімі 4000-ға жуық алтын әшекеймен безендірілген. Бас киімі кейінгі қазақ киімі үлгілеріне ұқсас, биік, шошақ төбелі, ұзындығы 70 см. Алтын адам сол кездегі сақтарда мемлекеттік өркениет болғандығының дәлелді. Мәтін мазмұнына сүйеніп, сұрақ-жауап түрінде диалог құрастырыңдар. Қарамен жазылған сөйлемнен күрделі мүшені тап. Ол қай сөз табына жататынын жасалған. Оны археолог Кемел Ақышев тапқан. Бұл дара мүшеге жатады. Және тапқан деген бізде ол етістік болып тұр. 18 тапсырма кестені толықтыр. Сөйлемнің дара мүшесі, сөйлемнің күрделі мүшесі. Киім. Алтын адам сол кездегі мәдениетті сақтарда мемлекеттік өркениет болғанының дәлелі. Алтын адамның киімі 4000-ға жуық алтын әшекеймен әшекеленген. Тапқан күрделі мүшені қатыстырып сөйлем құрап жаз. Мәтіннен күрделі мүшелерді теріп жаз. 19 тапсырма. Маңғыстау. Байлық тұнған түбек. Атанған ғажап өңір. Маңғыстау. Ол Маңғыстау сөзінен шыққан. Картадан қарағанда әйел адамның сұлбасы көз алдыңа елестейді. Академик Қаныш Сәтбаевтың бұл өңірді ұйқыдағы аруға теңеуі тегін емес. Көктен қарағанда адамға құлазыған құла түз көрінетін Маңғыстау не бар ғажайыптарымен ерекшеленеді. Мұнда табиғи ескерткіштер, ежелгі құлпытастар және көшпенді ата-бабаларымыздың қолтаңбалары самсап тұр. Бұл сөйлем мәтіндегі күрделі мүшелерді табатын болсақ, байлық тұнған түбек және де картадан қарағанда қолтаңбалары самсап тұр және тағы басқалары. Маңғыстау туралы дереккөздерден өлең тауып, жоғарыдағы мәтінмен салыстыр. 20 тапсырма Түркістан киелі шаһар тақырыбында парталасыңмен сұхбаттас. Түркістан киелі шаһарлардың бірі, ол тарихи орындарға өте бай шаһар. Түркістанда таңғажайып тайқазан бар және Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бар. Түркістан көне қалалардың бірі болып есептеледі. 21 тапсырма әлеуметтік желі арқылы келген хабарламаны оқы. Тарихи ескерткіштері өте көп. Түркістан қаласын аралап, киелі орындармен танысуға шақырамыз. Сөйлемдер түсінікті құрылған ба, оларды қалай жетілдіруге болады, қандай сөздермен толықтыра аласыңдар. Осы сөйлемді жетілдіріп толықтыра кететін болсақ, тағы да Түркістанда жаңадан салынған ғимараттар және тарихи орындар, тарихи кесенелер бар. Түркістан қаласына келіп қыдыратын болсаңдар, сендер бұрын көрмеген таңғажайыптардың куәсі боласыңдар, деп жалғастырсақ болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ сендерге түсінікті болса, видеоға лайк басып, комментария жазып кетеміз. Түсінбеген тапсырмаларыңды комментарияға жазсаңдар, мен міндетті түрде жауап беретін боламын.